Жылдам дайындалатын әрі дәмді шығатын пирогты бірге жасайық. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажет 200 мл айран, ас содасы, тұз және де бір жұмыртқа. Осының барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне қажетінше ұн қосып қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. 30 минутқа қойып, бетін жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Мінекей фарш, картошка, пияз және де қажетінше дәмдеуіштер. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдық. Бір бөлігін форманың астына салып, үстіне салмамызды салып, сары майды қосып, екінші бөлігімен пирогтың бетін жауып, шетін осылай әдемілеп жасап аламыз. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут сеуіп, 180 градуста пісіріп аламыз. Қамыры жұмсақ, дәмі өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.